Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте тәтті, тойымды салаттардың бірін жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажетті ингредиенттерімізді видеоның астына жазып қоямын. Ең алдымен жұмыртқамызды ұзынша етіп, яғни соломка етіп турап аламыз. Кез келген мерекелік дастарханға таптырмайтын салаттардың бірі. Турап болған соң араластыратын үлкенде ыдысымызға барлығын сала бастаймыз. Одан соң қиярымызды дәл солай ұзынша етіп турап аламыз. Бұл жерде салатты мен көп мөлшерде жасап жатырмын, ал сіздерге қажетті ингредиенттерді видеоның астына жазып қоямын. Туралған жұмыртқаның үстіне қиярымызды саламыз. Одан соң қайнатылған тауық еттерімізді де ұзынша етіп турап аламыз. Туралған тауық еттерімізді саламыз. Одан соң қызанағымызды да дәл солай ұзынша етіп турап аламыз. Помидорымызды да саламыз, және де оның үстіне бір банка горохымызды саламыз, және де банкадағы грибымызды саламыз. Және де бізге көк пияз қажет болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша қиғашынан турасаңыздар әдемі болып шығады. Ыдысымызға саламыз. Одан соң бізге картоп фри қажет болады. Мен дүкеннен сатып алдым дайынын. Сіздер қолдан жасасаңыздар болады. Енді барлығын жақсылап бірінші араластырып аламыз. Одан соң майонезбен араластырамыз. Мінекей достар, біздің тәтті, тойымды салатымыз дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздерге ас болсын.